Елестетіп көрші. Түнгі сағат 12:00-де көзіңді жұмып ұйықтап, таңғы 4:00-де ояндың делік. Бірақ өзіңді дәл Гималайда 10 күн бойы медитациямен айналысып қайтқандай сергек сезінесің. Қиял сияқты естіледі, солай ма? Ал егер дұрыс ғылыми тәсілдер, уақытты дәл жоспарлау және бірнеше қарапайым әдіс арқылы аз ұйықтасаң да күш-қуатыңды толық қалпына келтіруге болатынын айтсам ше. Онда кеттік, ұйқының құпиясын бірге ашайық. Көпшілік ұйқыны телефонды қуаттаумен салыстырады. Қанша көп ұйықтасаң, сонша жақсы демаласың деп ойлайды. Бірақ адам ағзасы бұлай жұмыс істемейді. Кейде 9 сағат ұйықтасаң да, таңертең өзіңді әбден шаршағандай сезінетін кездер болады. Неліктен? Өйткені ұзақ ұйықтау сапалы ұйқының кепілі емес. Негізгі мәселе дәл осы жерде. Маңыздысы ұйқының ұзақтығы емес, оның сапасы мен құрылымы. Алдымен ұйқы циклдерін түсініп алайық. Бір толық ұйқы циклі шамамен 90 минутқа созылады және бірнеше кезеңнен тұрады. Алғашқы 2 кезең жеңіл ұйқы. Бұл кезде ағза біртіндеп тынышталады. Келесі кезеңдерде терең ұйқы басталады, ағза қалпына келеді, жасушалар жаңарады, маңызды гормондар бөлінеді. Соңғы кезең жылдам ұйқы немесе түс көру кезеңі. Дәл осы уақытта ми ақпаратты өңдеп, есте сақтауды күшейтеді. Егер терең ұйқының ортасында оянсаң, өзіңді әлсіз, ұйқылы, ояу әрі шаршаңқы сезінесің. Ал ұйқы циклі аяқталған сәтте оянсаң, небәрі бірнеше сағат ұйықтасаң да сергек боласың. Сондықтан ретсіз 8 сағат ұйықтағаннан гөрі 3 толық цикл, шамамен 4-5 сағат сапалы ұйқы кей жағдайда әлдеқайда тиімді болуы мүмкін. Егер аз ұйықтайтын болсаң, әрбір минуты маңызды. Сондықтан ұйқының сапасын барынша жақсарту қажет. Біріншіден, бөлмең үңгір сияқты болуы керек. Толық қараңғы, тыныш әрі салқын. Ең қолайлы температура 16-19. Егер шу болса, ақ шуды пайдалануға болады. Екіншіден, ұйықтардан 1-2 сағат бұрын көк жарықтан аулақ бол. Телефон, планшет және компьютер экраны мелатонин гормонының бөлінуін тежейді. Сондықтан түнгі режимді қос немесе телефонды бір шетке қой. Үшіншіден, магний глицинаты мен л-тианин кейбір адамдарға тезірек тынышталып, жеңіл ұйықтауға көмектесуі мүмкін. Магний бұлшықеттерді босаңсытып, жүйкені тыныштандыруға ықпал етеді. Ал л-тианин жасыл шай құрамында кездеседі және мазасыздықты азайтуы мүмкін. Бірақ кез келген қоспаны қабылдамас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Төртіншіден, тұрақты ұйқы рәсімін қалыптастыр. Сіңді қалай күнде тазаласаң, миың да ұйқыға алдын ала дайындалуы керек. Медитация жаса, кітап оқы, күнделік жаз немесе тыныштандыратын әуен тыңда. Осылайша миың ұйықтайтын уақыт келгенін алдын ала түсінеді. Енді ұйқы туралы кең тараған мифтерді қарастырайық. Бірінші миф. Міндетті түрде 8 сағат ұйықтау керек. Бұл барлық адамға бірдей қатысты емес. Әр адамның ұйқыға деген қажеттілігі әртүрлі. Кейбір адамдар аздау ұйқымен де өзін жақсы сезінеді. Бірақ ең бастысы, ұйқының сапасы. Екінші миф. Күндіз ұйықтау жалқаулық. Шын мәнінде 20-30 минутты қысқа тынығу есте сақтауды, зейінді және сергектікті арттыра алады. Мұндай қысқа ұйқыны тіпті ғарыш агенттіктері де тиімді деп санайды. Үшінші миф. Мен түнгі адаммын, ерте ұйықтай алмаймын. Көп жағдайда бұл қалыптасқан әдет. Жарық режимін, тамақтану уақытын және күн тәртібін өзгерту арқылы биологиялық сағатты біртіндеп қайта бейімдеуге болады. Ал енді әскери әдіске тоқталайық. Бұл тәсіл кейбір адамдарға өте тез ұйықтап кетуге көмектеседі. Алдымен бет, жақ, тіл және көз бұлшықеттерін толық босаңсып. Кейін иықпен қолдарыңды еркін жібер. Терең дем шығарып кеудеңді бос ұста. Одан кейін аяқтарыңды жоғарыдан төмен қарай толық босаңсыт. Соңында ойыңды тыныштандыр. Өзіңді тынық көлдегі қайықта жатқанда елестет немесе ішіңнен қайта-қайта ойлама деп қайтала. Бұл әдіс әскери ұшқыштарды ұйықтатуға арналған жаттығулардың бірі ретінде кеңінен танымал болғанымен, оның әр адамға бірдей әсер ететіні ғылыми түрде толық дәлелденбеген. Бұрын мен күніне 10 сағат ұйықтасам да, таңертең өзімді шаршаңқы сезінетінмін.